Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бірінші сыныптың математика сабағы 95-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы санды және әріпті теңдіктер. Санды және әріпті теңдіктер құруды үйренесің. Бірінші тапсырмада қараймыз. Суретке және санды теңдіктерге қара, оларды түсіндір дейді. Бұл жерде бірнеше кәде сыйлықтарды көріп тұрмыз. 5 әйел адамның және 2 ер адамның мүсіндері берілген сыйлықтар екен. Яғни бұл жерде 5 пен 2-ні қосыңыз 7-ге тең, ал 7-ден қосылғыштың бірін азайтсақ, екінші қосылғышымыз шыға келеді. 7 мен 5-тің айырмасы 2-ге тең. Немесе қосылғыштарын орнын ауыстырған. 2 мен 5-тің қосындысы 7-ге тең. Ал 7-ден 2-ні азайтатын болсақ, екінші қосылғышымыз шыға келеді. Әріпте теңдіктердің қалай құрылғанын түсіндір дейді. А мен В-ның қосындысы бізде С-ға тең дейді. Бұл жерде А бірінші қосылғыш, В екінші қосылғыш, ал С қосынданың мәні. Екіншінде С мен В-ның айырмасы тең А-ға. С бұл жерде азайғыш, В бізде азайтқыш, ал А айырманың мәні. Бұл жерде де солай, яғни қосылғыштарын орнын ауыстырсақ, бәрібір сол С-ға тең болады. Ал С-дан қосылғыштың бірін азайтсақ, В шығады. Ал С қосындының мәнінен В-ны азайтсақ, А мәні А болып шығады. Міне осылай өзара кері амалдар болып есептеледі. Келесі екінші тапсырмада суреттерге өрнектер таңда дейді. Суреттер мен өрнектер бойынша есептер құрастыр, олардың біреуін шығар дейді. Бірінші суретте, яғни 8 сыйлық қалған, бірақ екеуін алып кеткен екен. Бұл бізде 8 пен 2-ні айырмасына тең болады, бұл өрнек. Ал екінші өрнек бізде қораптың ішінде 8 сыйлық бар, оған тағы да 2 сыйлықты қосатын болсақ, барлығы 10 болады. Бұл өрнек бізде 8 пен 2-ні қосындысына сәйкес келеді екен. Ендеше есеп құрастырып көрейік. Наурыз мерекесіне жаңағы сыйлықтар дайындалды. Бірінші қорапта 10 сыйлық болды. Одан 2 сыйлықты алған кезде қанша сыйлық қалды деп сұрақ қоямыз. Бұл жерде 10 мен 2-нің айырмасы 8-ге тең. 8 сыйлық қалды деп жауап беруімізге болады. Немесе мынадай есеп құрастыруға болады. Қорапта 8 сыйлық, салынды 2 сыйлық. Барлығы қанша сыйлық белгісіз. 8 мен 2-нің қосындысы 10-ға тең. Барлығы 10 сыйлық деп есепті құрастырып шығаруымызға болады. Осындай үлгіде тағы да басқа есептер құрастыруымызға болады. Үшінші тапсырмада бірінші бағанға санды және әріпті өрнектерді, ал екінші бағанға санды және әріпті теңдіктерді жаз дейді. Бұл жерде санды және әріпті өрнектер болғанда мәндері шығарылмаған өрнектер бірінші бағанға жазылады. Ал мәндері шығарылған, яғни нешеге тең екенін көрсетіп тұрса, ол екінші бағанға жазылатын болады. Яғни бірінші бағанға жазылады 10 мен 40-тың қосындысы, А мен 20-ның айырмасы, 70 пен С-ның айырмасы. Бұл әріпті және санды өрнектер. Ал екіншінде теңдіктер, яғни мәндері шығарылып тұр. Олар 9 мен 1-ның қосындысы 10-ға тең, В мен С-ның айырмасы А-ға тең, С мен А-ның қосындысы В-ға тең деген теңдіктер екінші бағанға жазылатын болады. Келесі теңдіктер құрастыр. Кім жылдам дейді. Тез біздер теңдіктер құрастыруымыз қажет. 6 мен 3-тің қосындысы 9-ға тең, 9 мен 6-ның қосындысы 3-ге тең деп, 7 мен 3-тің айырмасы 4-ге тең, 4 мен 3-тің қосындысы 7-ге тең деп, тез жылдам өрнектер құрастырып шығуымызға болады. Бұл теңдіктерді қалай шығардық? Себебі мына жерде дөңгелектер берілген, сол дөңгелектердің ішіндегі сандарды пайдаланып шығардық. Келесі тапсырма математика күнделікті өмірде. Кәдесыйлар 3 қорапқа теңдей бөліп сал дейді. Оларды 2 қорапқа теңдей бөліп салуға бола ма деп сұрайды. Бұл жерде барлығы қанша кәдесый тұр? Санаймыз. 9 кәдесый екен. Ендеше оларды 3 қорапқа бөлсек, 3-3-тен теңдей бөлуімізге болады. Ал 2 қорапқа бөле алмаймыз, себебі теңдей бөлініп салынбайды екен. 2 қорапқа теңдей бөлінбейді деп жауап беретін боламыз. Келесі дәптермен тапсырмада өзара байланысты теңдіктер құрастыр дейді. Мысалы, 9-тың ішінде 3 пен 6-ның қосындысы, ендеше 3 пен 6-ның
қосындысы 9-ға тең, 6 мен 3-нің қосындысы 9-ға тең деп қосылғыштардың орнын ауыстырып, және қосынды мәнінен қосылғыштың бірін азайтып, 9 мен 3-тің айырмасы 6-ға тең, 9 мен 6-тың айырмасы 3-ке тең деп өзара байланысты теңдіктер құрастыруымызға болады. Және астына да өзінің бір теңдіктерді осылай ойластырып шығаруға болады. Ал екінші тапсырмада салыстырып артық кем екенін осылай салыстырамыз. Біздер салыстырмас бұрын біздер санды өрнектердің мәндерін тауып аламыз. Сосын барып екінші жағының санды өрнектің мәнін тауып, екеуін бір-бірінен азайтатын боламыз. Құрметті оқырмандар, сіздерге біздің каналымызда тапсырмаларды орындау түсінікті әрі ұнайтын болса, каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.